Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Яғни бізге жасанды интеллекттің өзі айтып тұр. Сіз осы платформаларды қолдану үшін сіз өзіңіз сол шешімді қабылдауыңыз керек. Таза оймен. Осының барлығын білгеннен кейін сіздерге бір қызықты адамдардың әңгімелерін көрсетсем болады. Бұрында жұмыс істеп кеткен Mozilla, Facebook, Instagram, Pinterest'тағы адамдардың сөздерін естісек болады. Жақсылап тыңдаңыз және де сөздеріне үңіліп тыңдаңыз. Я уже 35 лет инвестирую в технологии. Первые 50 лет своего существования Кремниевая долина производила железо и программное обеспечение и продавала их клиентам, дело не пыльное. Последние же 10 лет крупнейшие компании в долине занимаются тем, что продают своих пользователей. Яғни тыңдаңызшы, бірінші 50 жылда Кремниевая долинада темір, софт, компьютерлерге арналған құрал жабдықтар соларды сататын болған, яғни дәстүрлі бизнес. Ал соңғы 10 жылда үлкен компаниялар өздерінің қолданушыларын сататын болған. Бұл сөздерді тереңірек түсіну үшін Аза Маскин, Firefox және Mozilla Labs бұрынғы жұмыскері, Center of Human Technology co-founderы және де шексіз лентаның шығарған адамдардың бірінің сөзін тыңдайық. Об этом уже банально говорить, но поскольку мы не платим за продукты, которые используем, за эти продукты платят рекламодатели. Рекламодатели — клиенты, а продают им нас. Существует простая истина. Если вы не платите за товар, значит вы и есть товар. Біздің айтып отқан шексіз лентамыз, ол сіз TikToktан немесе Instagramда астыға тере берсеңіз, ол шексіз шыға береді. Посттар, видеолар, информациялар. Бұл адамның платформада отыру уақытын көбейтеді. Бұл идея қайдан шықты? Мен іздестірдім. Бұл идея 94 жылы Infinite Scroll деген никтің атымен Usenet деген қолданушы бірінші шығарған екен. Бірақ ол нақты емес, бірінші емес па деген. Өйткені ол көптеген адамдардың және команданың бірлескен технологиясы десе болады. Идеясы. 2006 жылы оны бірінші Twitter қосты. 2010 жылы Facebook және де 2016 жылы Instagram әрі қарай
барлық желілер соны қостыра бастады. Тағы да AI-дан көмек сұраған кезде ол былай шығарып берді. Яғни адамға көп адамның посттарын мысалы кірмей-ақ өздерінің профильдеріне айналдырып көре берсе болады. Біздің күнделікті қолданып жүрген TikTok, Instagramдарымыз. Екіншіден, бір затқа сіз ойыңызды бөле алмайсыз дейді. Яғни клиповое мышление деген терминді естіген шығарсыздар. Бұл осыған байланысты. Мысалы, сіз бір жаттығу істесеңіз болады. Өте күшті жаттығу. 5 минут телефоныңызға таймерді қоясыз. Және де бір нүктеге қарап 5 минут бойы қозғалмай отырасыз. Сіздің шыдамыңыз қаншалықты жеткілікті екенін содан тексерсеңіз болады. Яғни фокусыңызды. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Google барлығы сіздің назарыңызды ұрлағысы келеді. Әрине, олармен де ақша табуға болады, оны мен де келісемін. Бірақ тұтынушылардың саны өндірушілердің санынан көп емес пе? Ал кішкентай балаларға келетін болсақ, қазіргі балалар мысалы барлығында телефон бар деп ойлаймын. Олар да тұтынушылар емес пе? Жаңа заманға, жаңа заттар келгенде бейімделу керек дегенге де келісемін. Бірақ әрбір затқа бейімделе беріп, оларға критикалық ойсыз қарамауға дұрыс деп ойлайсыз ба? Яғни, әрбір нәрсенің шегі болады, және оны бақылап отыру керек. Бұл менің жеке ойым, және де сіздердің пікірлеріңізді мен көргім келеді. Мүмкін болашақта не болатынын мен білмеймін, бірақ мен сіздерді бәрібірде жасанды интеллект не екенін және қалай қолдану керектігін білу үшін әрбір софтты қолдануға кеңес беремін. Және де өзіңіздің жұмысыңызға да қолдансаңыз болады. Мүмкін көмектеседі, мүмкін жұмысыңызды жылдамдатады. Естеріңізде болса, Т9 туралы айтқанымдай, қарапайым сіз сөз жазасыз. Сәлем. Келесі ол сөзді табады. Қалың қалай деген. Сіз оны автоматын басасыз. Келесі сөйлемді таба алады. Сөйтіп миллион запростар арқылы алгоритмдерден өткізілген және де біздің әлемдегі тілді түсіне білетін генеративті алдын ала оқыту трансформері пайда болды. Яғни GPT. Кез келген сұраққа жауабы дайын тұратын нейрожүйені смартфоны бар. Адам өзінің телефонына жүктеп, қолдануына еш кедергі жоқ. Машина жазған жауап академиктен бастап екінші сынып оқушысына дейін түсінікті қарапайым тілде жазылады. Ең алдымен бұл технология келесі сөзді табуды үйренді. Одан соң ол келесі бірнеше сөздерді табатын болды. Ал одан соң барлық сөйлемді. Және осы сөздер арқылы ол қандай да бір ақпарат базасын жинады. Ендеше бұл технология сөйлемдерді блоктармен, абзацтармен түсіне бастады. Әрине, егер сіз ол ақпаратты бір 15 минут іздесеңіз, ол 10 секундта шығарып беретіні бар да енді деп. Әрине, егер сіз ол ақпаратты бір 15 минут іздесеңіз, ол 10 секундта шығарып беретін болады. Ол сізбен сөйлескен кезде барлық әңгімелерді жаттап отырады. Сосын алдағы уақытта жазған кезде сізге үйлесетін алдыңғы сөйлеу формасында жазады. Яғни сіздің қалай сөйлесетін және де диалогыңызды есінде сақтай алады. Соны келесі әңгіме жазған кезде, немесе келесі запрос жазған кезде сізге өзіңізге ыңғайлы етіп шығарып береді. Сол технология өздеріңіз білетіндей ChatGPT деп аталады. Оның шығарған кезі 2022 жылы 30 қазанда. Сол кезде барлығы шулап жатқан кез емес пе? Біздің SMM-щиктар немесе журналистер біздің жұмысымыз тоқтайтын болады ма, немесе кез келген текстпен байланысты жұмыстары бар адамдар кішкене қорқа бастады. Бірақ қазір 2 жыл өткеннен кейін біреу жұмыстан шығарып жатыр ма? Иә, әрине бұл мүмкін қысқартулар бар. Бірақ сол жаңа заманға үйлесетін адамдар ғана соларды алып кете алып жатыр ғой. Қазіргі кезде ChatGPT 10 мыңдаған, миллиондаған көптеген сөздерді запростардан, алгоритмдерінен өзінен өткізеді. Және де бұл тек қана бастамасы болды. Одан кейін аудио файлдарға көштік, суреттерге және де видеоларға да көшетін болдық. Ол туралы да қазір айтып кетемін. Бұл технология DALL-E деп аталады. Бұл сөздер арқылы, яғни промпттар арқылы суреттерді шығаруға болатын технология. Промпт дегеніміз запрос. Бұрын ол мүмкін емес сияқты еді. Өзіңіз білетіндей Midjourney сияқты
жасанды интеллекттерді айтып жатырмын. Осындай бірнеше суреттерді қарасаңыз, суреттердің сапасы өте таза, жарық түскен жерлері өте дұрыс. Мына сурет, тағы осы сурет, осыны қарасаңыз, осындай жасанды интеллекттерді мен өз жұмыстарыма да қолдана бастадым. Яғни, мен интернеттен жай ғана суреттерді іздеп отырмаймын, бір жарты сағат бойы. Жай ғана маған Міржақып Дулатұлының суреті керек десем, ол тезірек шығарып береді. Қазір күнделікті өмірде көріп жүрген таныстарыңыз ChatGPT мысалы басқа да жасанды интеллекттерді қалай қолданды деп ойлайсыз? Мен мысалға рубежка тапсыруға қолданғам. Иә, өтірік айтпай қояйын. Есептерді шығаруға қолданғам. Ал сіз ше? Ал қазіргі мектепте оқып жүрген оқушылар ше, олар қолдана ма? Жарайды, мектепте қолдана алмаса, үйде үй жұмыстарын орындау үшін қолдана ма? Олар өз ойларымен ойланады ма әлде ChatGPT-ді аша салып, маған осындай есептер шығарып берші деп жаза сала ма? Қазақша тілдегі жасанды интеллекті әлі кездестірмедім, немесе ол тілді жақсы алгоритмға салатын жасанды интеллект әлі кездестірмедім. Бірақ қазіргі кезде Google AI, яғни Google-дың компанияның бір бөлігі, инженерлері мен және ғалымдары Gemini AI деген жасанды интеллект жасап шығарды. Ол жерде қазақ тілін жақсы қабылдайды.